Қайырлы күн, сіздермен бірге Қарлығаш Асылханқызы. Бүгін біз үйде жасалатын печенье жасаймыз. Рецепті қолжетімді, бір рецептпен бірнеше түрлі печенье жасаймыз. Жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Бізге қажетті заттар: бөлме температурасындағы сливочный май, шекер, жұмыртқа, какао ұнтағы, сұйық май, ұн және қопсытқыш қажет болады. Барлық керекті қоспаларды бір-бірлеп қосып араластырамыз. Ең алдымен сливочный маймен бірге жұмыртқаны жақсылап араластырып алдым. Сұйық май қостым. Тағы да бір келкі қоспа болғанша араластырып алдым. Енді бір шай қасық қопсытқыш қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Қамырымыз дайын болуға шақ қалды. Ортасынан бөліп, екі ыдысқа бөліп алам. Қамырдың бір жартысына какао ұнтағын, екінші жартысына куркума салдым, сап-сары болып шығу үшін. Енді жақсылап қамырмен араластырып аламыз. Қоспаның түсі анық шықты. Енді оны араластырып, қатты қамыр жасап аламыз. Міне бір құрамды тестамен екі түрлі қамыр жасап алдық. Енді екеуін тоңазытқышқа салып аламыз. 1-2 сағат тоңазытқышта тұрды. Қатты қамыр болды. Енді оны ортасынан бөліп, майда-майда бөлшектерге бөліп аламыз. Бөлшектерге бөлінген қамырды дөңгелектеп, печеньенің көлемін шығару үшін ыңғайлатып дөңгелектеп дайындап аламыз. Какао қосылған екінші қамырды да дәл солай жайып, пышақпен бөліп, дөңгелектеп, печеньенің формасын жасауға ыңғайлап дайындап аламыз. Печеньенің формасын жасайтын дөңгелектер дайын. Енді формасын жасауға кірісеміз. Дөңгеленген форманы сопақтау етіп жайып, оны пышақпен қиғашынан кесіп шығамыз. Дәл осыған қарама-қарсы жағына тағы да пышақпен төртбұрыштетіп кесіп шығамыз. Міне біздің бірінші формамыз дайын. Енді сары түсті қамырдан да дәл солай екінші
печеньемізді жасап аламыз. Енді үшінші пішінді жасаймыз. Кез келген қақпақты дөңгелектің үстіне қойып, оның ішіне кез келген варенье немесе джем қосып, осылай дайындап аламыз. Төртінші пішінді де қақпақпен ортасын басып, ішіне творог саламыз. Бесінші пішінді печеньені оқтаумен кішкене жайып алып, арасына творог салып, қалған жарты бөлігін бетіне жабамыз. Ай тәрізді печенье шықты. Алтыншы түрі дөңгелектің үстіне шанышқымен басамыз. Какаодан жасалған қамырымызға жетінші форманы жасаймыз. Ол үшін тек қана қақпақты басып қойсаңыз болды. Дәл осылай пісіріп алсаңыз да болады. Енді сегізінші қамырға шанышқымен бір жақ бетіне, екінші жақ бетіне тағы да басып, осылай пішін жасап аламыз. Тоғызыншы шоколадты қара түсінде дәл солай жасап аламыз. Оныншы печеньенің формасын жасау үшін сары қамырдың бетіне қара какаодан жасалған қамырды төрт бұрышты тәріздетіп жайып, бір-бірінің үстіне біріктіреміз. Біріккен қамырды дөңгелектеп ораймыз. Қамыр жұмсақ болып кетсе, салқындатқышқа 1-5 минутқа қойып алуға болады. Енді кесіп жасаймыз. Ақ және сары түсті печенье болып шығады. Енді 11-ші үлгіні жасаймыз. Шанышқыны какаоға батырып, қамырдың 4 бөлігінен 4 жағынан басып шығамыз. Осындай пішін бізде дайын болады. Енді 12-ші түрі шанышқыны какаоға батырып, печеньеға X тәрізді етіп басып шығамыз. Міне біздің бір қамырдан қаншама түрлі печеньенің үлгісін жасап алдық. Енді 180 градуста 20-30 минут аралығында піскенше күтеміз.
бір қоспадан қаншама түрлі печеньенің үлгісін жасауға болатынын сіздермен бірге білдік. Видео ұнаса, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сізде міндетті түрде жасап көріңіз, комментарияға қалай шыққанын бөлісе кетіңіз. Дәл осы рецепті жақындарыңызға, құрбыларыңызға, таныстарыңызға WhatsApp желісі, Instagram желісі арқылы таратып кетіңіздер. Толық рецепті описание бөліміне қалдырамын. Еще батырмасын басып, толық рецептін көре аласыз. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі бөлімде қандай тағам түрін жасайын, комментарияға өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Назар аударып видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет.